Гүлді түс қағаз жапсырылған шағын бөлмеде екі адам тұр еді. Бірі бойы аласа, шашына ақ түскен жүзі қатқыл әйел. Қыр мұрынды жұқа ерінді. Кеудесіндегі ауыр алқасы әр сөз айтқан сайын қозғалып, сылдыр ете түседі. Оның аузынан шыққан әрбір сөз өткір, уытты жүрекке қадалатын. Ерлан, түсінесің бе, біз бұлай енді өмір сүре алмаймыз, деді әйел, басын жоғары көтеріп. Ол бізге кедергі болып отыр. Ерлан анасына үнсіз қарады. Оның жанында қарсылық пен кінә сезімі арпалысып жатты. Жұмсақ мінезді жүзі бұрынғыдан да аянышты көрінді. Қолдары салбырап әлсіз қозғалады, ал көздері анасына тіке қарауға батпай, басқа жаққа тайып кетеді. Ол менің әйелім ғой, мама, сен түсінбей тұрсың, деді ол күмілжіп. Нұрсұлу қолын бір сермеп, мысқылдай күліп жіберді. Әйел дейсің бе? Қойшы, егер ол саған шын қымбат болса, сен бөтен жаққа көз салмас едің. Ал мен оның артынан жинап жүруге міндетті емеспін. Ол қазір дәрменсіз адам. Дәрігердің айтқанын естідің ғой, 1 жылдан артық өмір сүрмейді. Онда неге әуре боламыз? Меніңше оған әжесінің ауылдағы үйінде жақсырақ болады. Туған жерін, балалық шағын еске алады. Ерлан басын белгісіз күйде шайқады. Оның үстіне ол қайтыс болған соң әжептәуір мұра қалады. Сол мұра біздің жағдайымызды түзеп жіберуі мүмкін, деп сөзін жалғады Нұрсұлу. Ерлан ойға шомып анасына ұзақ қарады да ауыр күрсінді. Келесі күні Үміттің барлық сөмкелері мен чемодандары дайын тұрды. Оларды дәлізге шығарып қойған келініне суық қабақ танытатын енесі Нұрсұлу еді. Ол абдырап қалған келінін көріп ішінен мысқылдай күлді. Үміт нәзік, сүйкімді жас келіншек болатын. Ол арбада отырды. 27 жасында оған күтпеген жерден инсульт тиіп, мүгедек болып қалған еді. Үміт қозғалу қабілетін ғана емес, сөйлеу мүмкіндігін де жоғалтты. Ол көбіне үнсіз күйде арбада отыратын. Ерлан сақтандыру компаниясында жұмыс істейтін. Ол жұмыста жүргенде Үмітке қарайласатын Нұрсұлу еді. Кейде Үміт күйеуі әдейі жұмыста кешігеді деп ойлайтын, дәрменсіз, тіпті өз бетімен дәретханаға да бара алмайтын әйеліне жолықпау үшін. Айта кету керек, Нұрсұлу келінін ешқашан жақсы көрмеген. Үміттің өршіл мінезі, биік мақсаттарға ұмтылуы оған ұнамайтын. Оның ойынша, әйел адам күйеуін қолдауы керек, ал Үміт болса күні бойы фирманың шаруасымен жүгіріп жүретін. Үміт ірі компанияның бас директорының көмекшісі болатын. Уақыт өте келе қызметте өсіп, тұрақты орын алуды армандады. Тіпті өз бизнесін ашқысы келетін. Алайда инсульт бәрін тасталқан етті. Осы жағдайдан кейін Нұрсұлудың келініне деген аз ғана жанашырлығы да жойылды. Бұрын тек тиісіп, мін іздейтін болса, енді үнемі айқайлап, Үміттің үнсіз өтініштеріне төзбейтін болды. Кейде дәрісін беруді, кейде түскі асында ұмытып кететін. Оны қуантатын бір ақ нәрсе бар еді. Үміт сөйлей алмайды, демек әйел бір кездері театрда ойнаған пьесаларын қайта-қайта оқып отыруына ешкім кедергі жасамайды. Ерлан ауыр чемодандарды көлікке тасып жүргенде, Үміт есіктің қарсы алдында отырып, болып жатқан жағдайды үреймен бақылады. Көздері қызарып кеткен, жылауға шақ қалған еді. Уайымдама, деп мысқылдай жымиды Нұрсұлу. Дәрігерім, жүрегің әлсіз, деді ғой, ұзаққа бармайсың. Ал ауылда ауа бәрі таза, бәлкім осы 1 жылды өткізіп те көрерсің. Ауылдағы кішкентай үй. Сен ол жаққа қайтқың келмеді ме ешқашан? Үміттің басында мың-сан ой қаптап жүрді, бірақ бірде-бірін жеткізе алмады. Қолдары тізесінде салбырап жатты. Егер сөйлей алса, ішіндегі жан айқайын, жүрек зарын бар күшімен сыртқа шығарар. Егер Үміттің қолынан келсе, спорттық шалбарының балағынан ұстап тұрып, енесіне бар даусымен айғайлап, осақ шашты, тас жүрек кемпір туралы ішіне жиналғанның бәрін бетіне айтқан болар еді. Ерланым, жаным, неге сонша кешіктің, деді таныс дауыс. Ерлан баспалдақпен әрең көтеріліп келе жатты. Демігіп ауыр тыныс алып тұр. Жолдың оған оңай соқпағаны бірден байқалды. Ол қолын алға созып анасына қарады. Лифт істемей қалды. Бәрін 20-шы қабаттан жаяу тасуға тура келді, деді шаршаңқы үнмен. Нұрсұлу қолын бір сілтеп басын шайқады да келініне кінәлі көзқарас тастады. Мен айттым ғой, жүк тасушы жалдау керек деп, анашым, өзіңізде жақсы білесіз, оған ақшамыз жоқ, деді Ерлан. Нұрсұлу күрсініп алыста қалған күндерін еске алғандай көзін бір нүктеге қадады. Бір кезде мен күнде театр сахнасында ойнайтынмын.
Зал толы көрермен жиналатын. Мұхтарым лекциялардан кейін мені көру үшін келетін деді ол қиялға беріліп. Сонда бір күні памперс ауыстырып жүремін деп ойладым ба? Ол тағы да үмітке суық көз тастап үндемей қалды. Сол сәтте баспалдақ алаңымен көрші әйел өтіп бара жатты. Сәлеметсіздер ме деді ол басын изеп. Қайда жиналып жатырсыздар? Нұрсұлу әп-сәтте жүзіне жылы жымия сүйріп. Сәлем Бағила, келінді оңалтуға апарамыз. Дәрігер солай деді. Қымбат шығар деп сұрады көрші. Әрине қымбат. Бірақ амал жоқ деп күрсінді Нұрсұлу, емсіз қалдыруға болмайды ғой. Ол біз үшін қанша еңбек етті. Бағила тағы бір екі ауыз сөз айтып өз пәтеріне кіріп кетті. Есігі жабылған сәтте ақ Нұрсұлудың жүзіндегі мейірім де, аяныш та жоғалды. Ол ұлына қабағын түйіп қарады. Тездет бүкіл көрші біліп қоймасын. Айттым ғой, мұны таңертең жасау керек деді зекіп. Ерлан чемоданды қолына алып мысқылдай пысқырып күлді. Таңертең дейсің бе? Қазір күз, күн суық. Қол аяғымды үстіп алайын ба деді де, жауап күтпестен сыртқа шығып кетті. Ерлан бұл отбасының жалғыз әрі сүйікті баласы еді. Нұрсұлу мен Мұхтар оны кеш жаста көріп, бар өмірін соған арнады. Бірі заң университетінің профессоры, бірі драма театрының жұлдызы болса да, бар назарын ұлына бөлді. Осында шектен тыс қамқорлық Ерланды әлсіз, өзіне сенімсіз етіп өсірді. Қырыққа таяп қалса да анасымен бірге тұрып, мардымсыз жалақыға жұмыс істейтін. Ол жерде бастықта әріптестері де оны менсіне бермейтін. 40 минуттан кейін Ерлан барлық затты көлікке тиеп болды. Үмітті абайлап артқы орындыққа отырғызып арбасын бүктеп салды. Үміттің көзінен жас тоқтаусыз ағып жатты, демі қысылып барады. Ол күйеуіне үміт пен үрей аралас жанарымен қарады. Үміт тынышталшы деп сыбырлады Ерлан, ол жақта саған көрші әйел қарайды. Біз оған сенің ақшаңнан төлейміз. Әрине деп сөзге араласты Нұрсұлу апай. Қазір жағдайымыз қиын деді Ерлан иығын қиқан еткізіп. Сондықтан солай, ол жақта саған жақсырақ болады. Үміт күйеуіне тесіле қарады. Оның жүдеу жүзінен бір ұшқын мейірімнің, өкініштің, болмаса қарсылықтың белгісін іздеді. Бірақ ештеңе таппады. Тек айналасына жалтақтап біреу көріп қояма деген қорқыныш қана бар еді. Көлік дәл түскі 12-де үйден алыстап кетті. Нұрсұлу қолын бір сілтеп үйіне кіріп кетті. Ол ескі пьесалар жинағын қайта ашып өзін сахнаға шығып келе жатқанда елестетті. Ал залда таңдай қағып отырған көрермендер мен ду қол шапалақ. Ерлан газды басып жылдамдықты арттырды. Артқы айнаға қарамауға тырысты. Үміт, сен түсінесің ғой, менің басқа амалым жоқ деді ол бәсең дауыспен. Оған Үміт жауап бермеді. Артта үнсіздік. Тек тас мүсіндей қатып қалған жүзі ғана. Үміттің көз алдында әжесінің үйі тұрды, сол үйді ол әрдайым жылылықпен, махаббатпен еске алатын. Ерлан қайта үнсіз қалды, әйеліне қарамай теріс бұрылды. Бірақ артқы жағынан сезетіндей болды, Үміттің қарасы оның арқасынан өтіп жүрегін қысқандай, демін жиілетіп жіберетіндей. Ауылға апаратын жол ұзақ еді. Сол ауылда Үміт өмір сүруі тиіс болатын. Ауыл шеткері тіпті біршама ұмыт қалғандай көрінді. Тек 2-3 көшесі бар, санаулы үйлер ғана тұр. Ортасында шағын дүкен және бірнеше жыл бұрын жабылған ескі медпункт, жұмыс істейтін адам табылмаған. Қою көк көлік тарс етіп қалың шөп басқан, қоршауы қисайған үйдің алдына тоқтады. Үйдің өзі сырт көзге әлі жарамды көрінді. Ауласы қалың жасыл шөп, ғасыр жасалған ағаштармен көмкерілген. Терезенің алдында 2 түбірдің үстіне қойылған ескі орындық тұр. Сол жерде біреу шалқасынан жатқан. Ерлан көліктен Үмітті түсіріп, арбасын заттарын жинастырған кезде, Үміт көзін алмай сол бейнеге қарап отырды. Бұл оның әжесінің көзі тірісіндегі бейнесі ме деп ойлады. Бірақ анық түсіне алмады. Гүлзира деп айқайлады Ерлан, орындықтан күңкілдеген аласа бойлы, шашы қысқа әйел тұрып қалды. Ол теңселе басып қақпаға жақындады. Беті әжімге толы, салбыраған. Шашы ұйпа-тұйпа, ерні жарылған, көзінің астында көгерген із бар. Гүлзираның киімі үйлеспейтін, үстінде ағылшынша жазуы бар сары майка, ауа райына сай келмейтін жасыл қысқа шалбар, аяғында тозығы жеткен қызғылт туфлилер. Ерлан Мұхтарұлы деді әйел кекештей айқайлап.
Ерте келдіңіздер ғой. Ерлан қабағын түйіп Үмітке бұрылды. Бұл сенің күтушің Үміт, таныс бол. Аты Гүлзира, енді саған қарайды. Гүлзира басын изеп теңселді. Егер Үміт сөйлей алса, көзін аударып алар еді. Бұл жағдай оған әрі күлкілі, әрі қорқынышты көрінді. Ерлан көліктен барлық чемодандарды түсіріп үйге кіргізді. Гүлзираның қолына жұқа ғана конверт ұстатты, ішіндегі ақша аз болса да әйелге жеткілікті сияқты көрінді. Содан соң Ерлан арбаның қасында тоқтап күрсінді. Үміт, қабағыңды неге түйіп отырсың? Ішіңнен қуанып тұрған шығарсың. Бұл сенің балалық шағың өткен үй ғой, деді. Таза ауа, күтім, тыныштық, бақыт үшін тағы не керек? Үміт айтқысы келген мыңдаған сөзді іште сақтады. Әдеттегідей үнсіз қалды, күйеуіне ашулы көзбен қарады. Оның әрбір қарасы сөзбен жеткізе алмайтын ойға толы еді. Ерлан бұл сезімді түсінді. Тіпті ішінде бір сәтке ар-ұжданның кішкентай ғана құрттай қозғалғанын сезді. Бірақ анасының сөзімен банк картасындағы сандар есіне түсіп, сол кішкентай құртта үндемей қалды, алдағы ақшаның дәмін сезгендей. Ерлан көлікке отырып терезеден әйеліне қол бұлғады. Гүлзира да жақындап келіп қолын сілтеді. Уайымдамаңыз, Ерлан Мұхтарұлы, бәрі жақсы болады, деді ол. Ерлан тағы бір рет зорға жымиып көлікті жүргізді. Көлік әлгі ескі үйден алыстап кетті. Үміт қалың шөп басқан қаңырап тұрған үйде маскүнем Гүлзирамен жалғыз қалды. Ол әйелден тек арақтың емес, бүкіл ауылдың сасық иісі аңқып тұр еді. Бір жыл өткен соң, Ерлан, сен шынымен бір жыл бойы әйеліңді барып көрмедің бе, деп Нұрсұлу Күнтізбеге үреймен қарап айтты. Бір жыл. Сен мүлде ақымақсың ба өзі? Үмітті кім тәрбиеледі? Қалай білесің, мүмкін ол баяғыда қайтыс болған, немесе керісінше әлі тірі. Арбадағыдан Ерлан тұрып теледидардан көзін ажыратып шаршаған күймен матчқа қарады. Жұмыстан енді келген ол бірде бір рет әйеліне бармағанын айтып та жіберді. Нұрсұлу шошып ашуланып кетті. Гүлзира апай апта сайын хабарласып тұрады, бәрі тәртіпте. Мен әр 90 сайын ақша апарып тұрамын. Сабыр ет, деді ол күбірлеп. Апасы қапталдағы диванға келіп отырды. Ерлан жатып алған. Теледидар қорабын қолымен өшіріп, қатты даусымен айтты. Сен менімен сөйлескенде тек маған қарауың керек. Шашы биік, күрделі стильдегі әйел басын сілкіді. Гүлзира, бұл кім? Сол маскүнем бе? Сен оны Үмітке қарауға қалдырдың ба? Сен сенімдісің бе? Ол тіпті оған қарап отырма, әлде мен берген ақшаны ішіп отырған жоқ па? Мүмкін ол ұзақ уақыт Үмітке барып көрмеген шығар, ал сен теледидар қарап жатырсың. Ерлан көзін айналдырып, бос қабырғаға қарады. Сен қаласаң, мен ертең барып келейін. Жарайды, өз жалғыз демалыс күнімді арнаймын шалғайдағы ауылға, жартылай өлі әйелімді көруге. Нұрсұлу қатты пысқырып, Ерланға теледидар пультін лақтырып, бөлмеден шығып кетті, ішінен бәрін айтып. Келесі күні таңертең Ерлан аздап зат жинап, конверттегі ақшаны алып көлікті жүргізді. Сағат таңғы 8-ді көрсетіп тұр. Әлі ұйықтап жатуға болар еді, бірақ белгісізге кетуге тура келді. Ең бастысы белгісіз не үшін екені. Анасының алаңдаушылығын бекер деп санады, бірақ балалықтан бері бәріне бағынуға үйренген. Жол ұзақ болды. Машинаның радиосы істен шығып, жүргізушілердің сирек айқайы таңертеңді тіптен жамандады. Ауылға жақындаған кезде қара үлкен көлік қарсы беттен шықты. Ол жылдам келіп, баяу келе жатқан қалалық көлікті көріп күтпегендей қатты тежеді. Сүрінбей, тыныш қана кешірім сұрады. Ерлан қолын сермеп даулы жағдайға кіріспеді. Үміттің тұрған үйіне жету жолын Ерлан тым жақсы білмеді. Ақшаны Гүлзираға аударғаны есінде, ол арнайы автобустың келген жерінде беретін. Ауылға Ерлан тек 3 рет барды, біріншісі әйелін апарғанда, екіншісі Гүлзираны іздегенде, үшіншісі Үмітпен кездесіп балалық шағының үйін көрсеткенде. Қою көк көлік жаңа қоршау қасына тоқтады. Ауласы қырқылған, бірақ шөп қайтадан биіктеп өсіп кеткен, әлде қайда тозған көрініс беріп тұрды. Ерлан қабағын түйіп машинеден шықты. Қақпаны абайлап ашып, әйелін шақырды, сосын Гүлзираны, бірақ үн жоқ. Ерлан үйге кіргісі келді. Үлкен құлып жолын бөгеп тұрды. Есікті сүйреп көрді, ашылмады. Телефонын шығарып Гүлзираға қоңырау шалды,
бірақ жауап болмады. Ерлан шаршап аула мен үйді бақылап шықты. Гүлзираның үйі жақын болуы керек, сол жақтан көрінді. Алғашында бұл бақыт деп ойлады, бірақ анасының күмәні оянды. Гүлзира сенім тудырмайтын сияқты болды. Дегенмен Ерлан оған сеніп ауладан шықты. Ерлан Гүлзираның үйін іздеп көшеден жүрді. Ол Үміттің үйінен де нашар көрінді. Ерлан ішке кіріп қатты иісті сезді. Үйді тез арада аралап шықты, терең дем алып сыртқа шықты. Көзін көтергенде екі бала бар толық әйелді көрді. Ерлан жүгіріп келе жатқан Бүбайшаны көріп, айқайлады да оған қарай бет алды. Кешіріңіз, Үміт қайда тұрады, білмейсіз бе деп сұрады. Ерлан әйел қабағын түйіп қарап қойды. Ол осы үйде тұратын еді деді. Ал Гүлзира сол маскүнем бе, әйеліңе қарап отырған деп сұрады. Ерлан басын изеді. Онда ол бәлкім Серіктің үйінде болар. Ол ауылдың соңында тұрады. Ол сол жақтан ара қалады. Ал сен кім боласың деп сұрады әйел. Маңызы жоқ деді Ерлан қолын сермеп. Серіктің үйін көрсетіңіз. Көрсетем, әрине деп әйел жолды көрсетті. Шын мәнінде Гүлзира үйдің ішінде отырып үлкен дөңгелек үстелдің жанында сары түсті сусынды ішіп отырды. Иіс бүкіл бөлмеге тарап кеткен. Ерлан оны екі қолынан ұстап алып Үміт тұратын үйге қарай алып шықты. Кім қорқақ қылып сұрайды деп сұрады Гүлзира, тілін дұрыс басқара алмай, алды-артына қарамай, бір орында тұрғандай болды. Әйелім қайда, маскүнем деп Ерлан қатты сұрады. Ол жақын жерде тұрады деп Гүлзира жымиды да қолын жоғары көтерді. Бұл үшін маған не істейсің? Ерлан ашуланып қалтасынан әмиян шығарып бірнеше теңге берді. Гүлзира ақшаны санап қанағаттанып басын изеді. Содан кейін ол Ерланның қолынан тайып Серіктің үйіне қарай ұшты. Қолында ақша жоқ, бірақ үлкен бөтелке сары, мөлдір емес сусын бар еді. Әйел қолын сермеп алға қарай кетіп бара жатты, құлап қалмас үшін тыпырлап жүрді. Ерлан артынан жүрді. Әйел оны ұзын, бос көшеден ұзатып әкеткендей болды. Ерлан Гүлзира оны адастырады деп ойлады, тіпті дауыстан айтып жібергісі келді. Бірақ алыс жақта белгісіз үйдің шатыры көрінді. Ерлан мен Гүлзира жақындаған сайын үйдің көлеміне таңырқап отырды. 3 қабат үлкен балкон, артқы аулада бірнеше көлік пен ауыл шаруашылық техникасы тұр. Гүлзира темір қақпаның алдында тоқтап тура алға көрсетті. Міне осында деді де, басын сәл ғана изеп кетіп қалды, қосымша ештеңе айтпастан. Ерлан көргеніне таң қалды, сөз таба алмады. Ол кішкене қоңырауды шалды. Жарқын, қуанышты дауысы естілді. Ерлан, неге сонша ерте келдің деді біреу қуанышпен. Ерлан сәл аялдап үнді тыңдады. Бір сәт үн жоқ болды, содан кейін терең дем алды. Өтінемін, кір деген дауыс шықты. Есік ашылып, Ерлан алдына үлкен бақ пен тас жол көрді. Жолдың шеттерінде гүлдер өсіп тұр. Ерлан абайлап сол жолмен жүріп үйге кірді. Үйдің баспалдақтарында бойы аласа нәзік, жарық шашты қыз тұрды. Ол бежевый костюм мен шалбар киген. Жоғарыдан төмен қарай күйеуіне қарады. Бетінде бірде-бір эмоция байқалмай, маска сияқты көрінді. Мен сені көрмейтін шығармын деп ойладым деп күлді қыз. Бірақ кір, енді келдің ғой. Ерлан сөз таба алмады. Ол жай ғана әйелінің соңынан баяу жүріп ішке енді. Ішінде үй қарапайым, бірақ талғанмен безендірілген жағымды түстер, әдемі әшекейлер мен суреттер, таза жұмсақ кілемдер. Бір есік кішкентай кабинетке ашылады, үстінде компьютер, қағазға толы үсті. Сол жерге қарама деді Үміт, қағаздар шашылып жатыр, соңғы уақытта реттеу керек. Ерлан түсінбеді, бірақ инсультқа дейінгі көрінісі әлде қайда жақсы көрінетін әйелге көз тастады. Оның ақ жүзінде өмірге деген күміс сәуле бардай көрінді. Үміттің жүзі сау, реңі қызарған. Қызыл ерінде жеңіл жарқырау бар, көздері нәзік боялған, артық ештеңесі жоқ. Ерлан өмірінде алғаш рет осындай сұлулықты көргендей болды. Үміт Ерланды кең бөлмеге апарды. Онда жұмсақ дивандар мен креслолар орналастырылған еді. Қазір шай қоямыз да сөйлесеміз деді Үміт ас бөлмесіне кете бара. Ерлан бөлмеде жалғыз қалды. Ол креслода отырып бөлменің сұлулығына таңырқап, бәріне көз тікті. Суреттер, дивандар, гүлдер, кілемдер бәрі бір түрлі, тіпті шындыққа сенгісі келмейтіндей көрінді.
Ерлан өзіне сынықтап алды. Бұл рас па деді ойша. Ауру әйелді арбада көруді күткен еді, бірақ алдына өміршең, әдемі, ешқашан көрмеген әйел тұрды. Бірнеше минуттан кейін Үміт үлкен табақпен қайтып келді, үстінде бірнеше шынаяқ шай тұрды. Бір шынаяқты Ерланға берді, өзін алдына жайлы отырғызды. Күтпеген шығарсың деп сыбырлап сұрады. Иә деп Ерлан басын изеді. Мен де күтпедім. Ақша үшін сүйікті күйеуім мені өліп кетуге жіберер деп ойламаппын. Мен бәрін білемін деді Үміт, сен шындықты жасыра алмайсың. Бұл бәрі менің мұрагерлігім үшін. Германиядан әжемнің хабарлары келгенде қатты қуандым. Біз бірге жаңа өмір бастаймыз деп ойладым. Бірақ кейін көргенім менің ойымды өзгертті. Не көрдің деп таңдана сұрады Ерлан. Ол ыстық шайды екі қолымен ұстап, әйелінің бетіне қарап жағдайды түсінуге тырысты. Менің досымды есіңде ме деп Үміт сұрады. Таңсұлу, біз бірге фирмада жұмыс істедік. Ерлан басын изеді. Ол мені өмірімді өзгертуге кеңес берді. 1,5 жыл бұрын. Үміт әңгімені бастады. Биік бойлы Таңсұлу кішігірім мейрамхананың креслосында отырды. Басшы оларды келіссөзге жіберген еді, үзіліс аяқталған. Таңертеңгі түскі ас төленген. Неге сәндемеске деп күлді Үміт, Таңсұлуға қарсы отырып. Таңсұлу Үміттің әріптесі, фирмада бірге жұмыс істеген. Ол бірнеше жас үлкен бөлім бастығы лауазымында еді. Әрдайым қатаң костюм киген, қаржы мәселелерінде қатал пікірлер айтатын. Үміт кішкентай әйел сөмкесін ашып конвертті алып досына ұсынды. Қарашы, бұл шынайы деп ойлайсың ба? Таңсұлу қызығушылықпен ашып хатты оқыды. Германиядан келген хат еді. Айнаш деген кім деп сұрады Таңсұлу. Әжем деп жауап берді Үміт. Әкемнің әжесі. Неміске тұрмысқа шыққан. Әкем 7 жаста болғанда олар Германияға кеткен. Кейін әкем Қазақстанға қайтып анаммен танысқан. Әжемді соңғы рет әкемнің жерлеуінде көрдім. Ол мені өзімен бірге кетуге шақырған. Неге келіспедің? Менің Ерланым деп таңданды Үміт. Мен ешқашан шетелді армандаған емеспін деді. Таңсұлу әріптесіне таңырқап қарады. Сен түзелмейсің бе? Жақсы өмірді Германияда тастап, күйеуің үшін Қазақстанда қаласың ба? Үміт көзін айналдырып қойды. Ол досының пікірін елемеді. Таңсұлу әрдайым қатал пікір айтатын, сондықтан карьерасы жақсы, бірақ достары аз еді. Сенің Ерланың туған анасы үшін, ақша үшін бәрін сатуға дайын. Мұраға келгенде не білуің керек деді Таңсұлу. Әжем хатында жазған. Мен оның соңғы туысымын. Мұраның бір бөлігі күйеуінің балаларына, бір бөлігі маған беріледі. Ол өте қомақты сумма, және Германиядағы жылжымайтын мүлікке үлес. Мұраны алу үшін сол жаққа бару керек деді Үміт. Хатта нұсқау бар ма деп сұрады Таңсұлу. Мұраны алу үшін нотариус Қазақстанға келеді деп түсіндірді Үміт. Сол кезде официант қыздарға тағам әкелді, салат пен шай. Ерлан қалай қуанар екен деп ойлады Үміт. Ерлан әрдайым ақша мен өз ісі, бизнес туралы армандаған. Ал сен де арман еттің ғой деп Таңсұлу шанышқысын сермеп сөзін жалғастырды. Ал сенде мүмкіндік бар өз ісіңді жүргізу. Ерлан туралы былай айтпа деді Үміт. Ол жақсы адам, тек сәтсіздік сүйеді. Таңсұлу қатты күліп жіберді. Иә, ең бастысы ол сәтсіздік анасы, яғни сенің қайын енең себеп болды. Мен әлі де түсінбеймін, егер көшіп кетсеңдер, осылай өмір сүрмес едіңдер ғой. Үміт иығын қиқаң етті. Нұрсұлу өзі жалғыз өмір сүре алмайды. Ол әдеттенген. Ал мен үшін оған төзу қиын емес. Таңсұлу риза болмай мұрын тұмылды. Мұра туралы сөзді айтпа. Олар сені ақша үшін жібереді, немесе бәрін алып кетеді. Үміт алақанын үстелге қақты да досына қатты қарап. Біз Ерланмен бір-бірімізді жақсы көреміз. Онда ештеңе болмайды деді. Одан қорқудың қажеті жоқ. Сен біздің отбасымыз туралы тым нашар ойлайсың деп қосты ол. Сол кеште Үміт үйіне келді, конвертті көрсетті. Отбасы мүшелеріне мұра туралы айтты. Сол кеште оларда ешқашан соншалықты бақытты көрмеген еді. Нұрсұлу енесі қымбат шарап ашты, ал Ерлан үнемдеуге қарамастан үйге тамақ тапсырып беріп атап өтті. Үміттің ойынша өмірі баяу жақсара бастағандай болды. Бірнеше аптадан кейін Үміт көшеде серуендеп жүріп айналадағыға күліп қарап жүрді.
Үйде өмір жақсарған Нұрсұлу енесі қыжырдануды тоқтатты. Ерлан бұрынғыдан ертерек жұмысынан қайтып, әйелімен көбірек уақыт өткізетін болды. Үміт өмірі жақсарғанына сенімді еді, және бұл әрқашан солай болады деп ойлады. Ол ерлі-зайыптыларға арналған дүкеннің алдына тоқтап, Ерланға сыйлық ретінде жаңа галстук алуды шешті. Барлық ескі галстуктары ұнамай қалған еді. Үміт витринаға қарап тұрды, айналасындағыларға мән бермей. Содан кейін Ерланды көріп қалды. Ерлан оған қарай келіп құшақтап сүйді. Сол сәтте Үміт теңгерімін жоғалтты да витринаға сүйеніп қалды. Ол көргеніне сенбеді. Үміт дау шығармады, жай үйіне қайтып, ерте ұйықтауға жатты. Күндізгі болған оқиғаны ойлады. Келесі күні ол жұмысынан демалыс алды да жергілікті детектив агенттігіне барды. Кішкентай үстелдің артында бойы қысқа, арық көзілдірікті ер адам газет оқып, шай ішіп отырды. Үміт қарсысына отырып жағдайды баяндады. Не қажет екенін нақты айтыңыз. Бәрін айтқым келеді, қалай таныстық, қанша уақыт кездесеміз, сөздері, әрекеттері кездескен. Жерле бәрін білуіңге. Ер адам таңданып үнсіз қалды. Ол Үміттің жігеріне таңданғандай болды, бірақ клиентті жоғалтпау үшін үнсіз қалуды жөн көрді. Бір апта бойы Үміт ішкі күйзеліспен жүрді. Таңсұлуға шындықты айтуға батылы жетпеді. Әр сөзін тыңдағысы келмей, бірақ Таңсұлу шынымен дұрыс айтқанын мойындады. Ол Ерланды дәл көріп болашаққа бағыт бергісі келген еді. Үміт олардың қарым-қатынасына куә болуды қаламай, үйлену тойына куәгер болудан бас тартты. Бұл Үмітті ренжітті. Кейін олар татуласты, бірақ жүрегінде сәл реніш қалды. Енді ғана Үміт досының ниетін түсіне бастады. Ол тек оған жетуді қалайтын. Аптадан кейін Үміт бір кішкентай кофехананың ішінде жалғыз отырды. Ол салқындатып алған шайын ішіп отырып өткен күндерді ойлады. Оның ойында бәрі бір суретке жинақталмай тұрды. Үміт әрқашан күйеуі үшін барын жасады. Ерлан не оның анасы айтса, бәрін орындады. Ол мақтанышында бір жағына қойып, амбициясын төмендеткен еді. Осы ойдан үзіле бергенде детектив қоңырау шалды. Кел, қарауың керек деді. Үміт сөмкесін алып агенттікке асықты. Ішке кіріп, ер адаммен қайтадан қарсы отырды. Ол газетін оқып шай ішіп отырды. Ер адам көзілдірігін түзеп Үмітке қарап: сенің күйеуіңнің сүйіктісі соншалықты ақылды болғанына жолы болып жүр деді. Шын мәнінде сөйлескіш екен ғой деп сұрады. Үміт жауап естімей тұрып та ер адам басын изеді. Мен бір аптадай артынан жүріп достарынан сұрап білдім. Барлығын анықтадым. Аты жөні Шабина Ләйла, 22 жаста, педагогикалық университетті бітірген. Ерланмен бірнеше ай бұрын көшеде танысқан екен. Ақпарат үшін рахмет. Ал видеоматериалдар, басқа дәлелдер бар ма деп сұрады. Үміт детектив әрі бір күлімсіреп жазу үстелінің сөресінен ескі үлкен диктофонды алып шықты. Үміт балалық шағынан бері мұндай аппаратты көрмеген еді, таңданды. Детектив оны қосып, хрипті дауыспен Ерлан мен қыздың әңгімесін ойнатты. Ерлан деп айқайлады қыз. Бұл маған ба? Құдайым, қалай әдемі, қалай қымбат екен. Мен үшін ешқандай ақша аямайсың ба? Көрдің бе деп жауап берді Ерлан қанағаттанып. Өз ісімді бастасам, саған әр күн жаңа нәрселер сыйлай аламын. Бірақ сен айтқансың, әлі ақша жоқ қой деп сұрады қыз, дыбыс шықпады. Үміт ішінен Ерланның сөзіне сенді. Әйелі бірдеңе алған екен. Жақында әжесінен мұра алды. Сол қаржымен бизнес ашып жақсы өмір сүретін боламыз. Ал сен оны мен үшін қажеті қалмаса тастайсың ба деп сыбырлады қыз. Иә деп қатты айтты Ерлан. Үміт оларға қарамай ойына берілді. Ол тік отырып терең ойға батты. Көз алдына Ерлан мен алғашқы таныстық, оның ұсынысын қабылдағандағы бақытты сәттер келді. Үміт Ерланнан 11 жас кіші еді. Олар танысқан кезде ол экономикалық университетті тәмамдап жатқан. Ерлан оны кішігірім жайлы кафелерге шақырып, саябақтан жұлдыздар астында серуендетіп, театр мен концертке билеттер сатып алып жүрді. Нұрсұлу сол кезде өте мейірімді көрінген еді. Үміт жақында анасын жоғалтқандықтан интеллигентті отбасыға ғашық болып, кедей әрі ұялшақ Ерланға тұрмысқа шығуға дайын болды. Таңсұлу қарсы болды, бірақ Үміт тыңдамады. Ол жаңа сезімдерге бөленген еді. Оның ойында Ерлан үшін костюм таңдаған, не сыйлық ашқан сәттері ойланды. Сол кезде ол қатты бақытты болды.
Бірақ Ерланның арманы тек отбасы мен балалар, ал үміт кәсіби және жеке өмірінде үлкен нәрселерге ұмтылды. Оның армандары сәтте бұзылды. Ерлан өзі ешқашан әйеліне дауыс көтермеген, енді үміттің ақша үшін бизнес ашып, одан кететіні туралы ойлады. Бұл ойлар соншалықты шок тудырды, үміт бірнеше минут бойы қабырғаға қарап отырды. Детектив ештеңе айтпады, ол үміттің реакциясын бақылап отырды. Бірде-бір босаған әйел ашумен терезесін сындырған еді. Ол сол кездерде шок туғызды, ал қазір Ерлан үміттің көзіндегі өшпенділік пен қатты жараны көрді. Ерлан орнынан тұрып, суды әкелуге кетті. Үміт суды бір демде ішіп, досының сөзін есіне алды. Ерлан өз туған анасын ақша үшін сатуға дайын. Сол кезде Таңсұлудың сөзіне сенбеген үміт қазір шындық деп ойлады. Ақылды ойларында жоспар пайда болды. Беті зұлымдықпен қысылды да, детектив сәл шегінді, ол ешқашан мұндай қастандықты көрмеген еді. Бірнеше айдан кейін қара көк машинасы Ерланды ескі, қисайған қоршаудан алып кетті. Артында үміт қалды, оның арбасын Ләйла ұстап тұрды, бірақ өзі қармап тұрғандай емес, тек арбаны ұстап тұрғандай болды. Үміт көзден ғайып болды. Ол орнынан тұрып, асығыс қимылмен арбасын қалдырды. Гүлзира кең ашылған көздерімен қарап таң қалды. Инсульттен кейінгі арбасынан осылай тұру мүмкін емес еді. Келісім жасайық, деді үміт. Мен саған дәл Ерландай ақша төлеймін, ал сен оған көргеніңді айтпайсың. Гүлзира сәл тұра алмай, басын изеді. Ол әлі де арбасын ұстап тұрды. Өте жақсы, деді үміт, біз керемет достармыз. Міне, бірінші төлем. Үміт бірнеше купюр берді. Әр ай сайын келесің, мен саған ақша беремін, ал сен Ерланға менің жағдайым өзгермегенін айтасың, келудің қажеті жоқ деп. Түсіндім, деп басын изеді әйел. Ол купюраны алып, сөзсіз кетіп қалды. Үміт үйге кіріп киінуге кірісті. Ескі үйдің ішін шаң басқан, жиһаз қаппен жабылған, қоқыс шашылып тұр. Бір терезе мүлдем сынған, бәлкім балалар кірмекші болған шығар. Үміт ескі қызыл диванға келіп, үстінен қапты сыпырып шаршап отырды. Оның айналасында шаң бұлты пайда болды. Ол қалтасынан телефонын алып, бір ғана сенетін нөмірге қоңырау шалды. Келші, бәрі дәл солай болды, деді үміт, ауылдағы үйдемін. Телефонды қапшығына тастап, үміт төсекте жатып, ойға батты. Ақылы санасында түрлі ойлар бір-бірімен тоғысып, бір уақытта ештеңеге ойланбай жатқандай болды. Сағат 1:30 өткенде, үміт үйді жинап киініп тамақ әзірлегенде, есік ашылып, жоғары бойлы, қатаң көк костюм киген Таңсұлу кірді. Қолында кішкентай пакет, ішінде шарап пен тағам бар еді. Жұмыртқа мені қызықтырмайды, деп күлді Таңсұлу, ескі лас табаны қалың маймен жабылған табаны көрсетіп. Шарап алып келгенің жақсы болды, ол болмаса, осы күнді қалай өткерерімді білмеймін. Таңсұлу үйге қарады да, ойға берілді. Көзі памперс қорапқа түсті, басын шайқап қойды. 3 апта бойы осы жерде отырдың. Бұл қорқынышты әрі жаман, деді ол. Келіспеймін деуге болмайды, деді үміт, бірақ ең қиынсы мені қатты қынжылтқан нәрсе, Нұрсұлу тек бір рет қана менің памперсімді ауыстырды. Көрмей қалады, мен тек бір рет дәретханаға барамын. Ол романдармен бейқам болып, менің қозғалғанымды байқамайды. Үйден бірнеше күн шығып көр, деп күлді Таңсұлу, оны тек сурет альбомы қасында болса байқамайды. Үміт үстелге отырды, ішінен бұрынғы қорқыныш пен өкініш қайта ойлады. Олар оны өлуге қалдырды, ойдан шығарылған диагнозға сеніп, оның қысқа өмір сүретінін естіп қуанды. Таңсұлу мен үміт тамақ ішіп отырып, алдағы жоспарын ойлады. Мұнда 1 айдай боламын, деді үміт, қалай өмір сүруді білмеймін, болашаққа еш жоспар жоқ. Ал сен мұнда не істемекшісің, деп сұрады Таңсұлу, ескі тасталған үй, жабайы бақ, ауыл, сен мұнда үйлеспейсің. Егер мен енді бәрін бастасам, бәрі бітет, деді үміт, мен бизнес туралы армандарымды ұмытып қойдым. Барлық идеяларым шаң басып жатыр. Мүмкін осында тұрып бірдеңе ойлап табармын. Ұзақ уақыт демалмадым. Таңсұлу басын изеп сөз таппады. Ол Ерланды ешқашан сүймеген, бірақ мұндай әрекетке бар деп ойламаған еді. Ерланды әлсіз деп ойлаған, тек сақтандыру рәсімдерін ғана жасай алады деп ойлаған, бірақ ол өзінің әйелін өлуге қалдыруға батыл болған. Таңсұлу достарымен бірге бірінші түнін үмітпен бірге өткізді де, таңертең өз үйіне қайтты.
Үміт жұмысынан шықты, ал әжесінен ешқандай мұра қалмаған еді. Жаңа күн басталды, Үміт салқын душ қабылдады. Бақытына орай әжесінің үйінде су, газ бар еді. Ата-анасы бұрын бәрін ыңғайлы етіп жасап кеткен. Салқын душ Үміттің ойға батқан басын біраз сергітті. Ол терең дем алып, арқасына соққан мұздай судың тамшыларын сезінді. Өміріндегі 3 апта тозақ сияқты өтті. Ол күйеуін тексергісі келді, бір аздап қамқорлық немесе махаббат сезімін көруге үміттенді. Бірақ бәрі тек жек көру мен өлімді асыға күтуге ұласқан. Бұл ең қорқыныштысы болды. Сондықтан Үміт бұрынғы әдеттегі ырғағына тез орала алмады. Қалыпты өмірі аяқталғандай болды, өз-өзін жинақтау қажет еді. Ол чемоданды ешкім көрмей жатқан ақшаларын жинап алып дүкенге аттанды. Дүкеннің орнын әлденеше елестете алды және ауыл тұрғындарынан сұрап алды. Таңғы уақыт еді, бәрі жұмысына немесе бақшасына бара жатыр. Салқын таң, жел де бар. Үміт ескі пальтосын құшақтап алды. Дүкенді өзі тауып алды. Ол дәл 20 жыл бұрынғыдай көрінді. Түсіне ерекше шашылған жазуы бар, терезе мен іші толы сөрелерді көріп, Үміт күлімсіреді. Ішке кіргенде жаңа піскен нан мен сүттің иісі аңқып тұрды. Сатушыны таныды, Бәтима апа. Үміт бала кезде Бәтима дүкенде жұмыс істеп бастаған, енді мүмкін дүкеннің бастығы болатын. Бәтима апа, сәлеметсіз бе, сіз мені танисыз ба деп сұрады Үміт. Бәтима ойланып қалды да. Ой Үміт, мен сені қалай ұмытып қалдым деп қуанып, оны құшақтап бетіне сүйді. Сен ұзақ болмадың, бірақ бізде ештеңе өзгермеген. Маған азық-түлік керек деді Үміт сөрелерді қарап отырып. Барлығы әлі де тол екен, дүкен шағын болғанымен. Бағаларды қарап шықты, қаладағыдан да қымбаттау сияқты. Беріңіз, қара және ақ наннан 1 бөтелке сүт, май, қою және сұйық макарон, 3 қарақұмық, 1 әрқайсысына келді. Картоп, пияз, сәбіз бәрі фермерден, бірақ ауылда әркімнің өз бақшасы бар. Дастан ағадан сұрап көр, ол әрдайым арзан сатады, дүкенге жақын. Сөзін аяқтаған Бәтима қоңырау сықылды, дыбыс бөлмеге тарады. Ішке кірген адам кірді. Киімдері лас, беті қатал. Ол Үмітті сырғытып алып, қатты дауыспен айтты. Бәтима, маған 2 бөтелке минералды су бер, сонымен қатар тапсырыс үшін қойылған дәрі дәрмек пен зиянкестерге уқайда. Жазға дейін отырғызу керек, өңдеуге ештеңе жоқ. Нұрлан, мұнда қонақ бар, көрмейсің бе деп қатты сөйледі Бәтима. Нұрлан бір сәт Үмітке қарап, қолын сермеп қойды. Ол қала тұрғыны, керегі сол жерден алсын. Маған тез керек. Үміт қолын көтеріп келісім білдіріп тұрды. Бәтимаға, өтінемін, оны өткізіңізші деді. Бәтима риза болмастан, қимылдай күлімсіреп жәшікті келді. Бірнеше минутқа күте алмай ма еді деп ойлады Үміт. Ер адам, ұзын бойлы, қара шашты, жұмысқа тән қатты, күшті қолдары бар, бірақ көзқарасы қатал еді. Балалық шағынан бері Үміт осындай адамдарды көрмеген еді. Қарапайым жұмыс киіммен, сәл шаң-шұң көрінісімен Нұрлай шындығында өте сүйкімді жас көрінді. Оның жасы 30-дан асып кеткен, бірақ 40-қа жетпегенде еді. Ол қызға сығырайып қарап қатал үнмен сұрады. Сендерге соншалықты принципті ме? Жоқ, ешқайда асықпаймын деп жауап берді Үміт, сәл мазақтап. Қалада кезек тәртібі сақталады, бірақ мұнда олар сендерден әлдеқайда асығыс. Үміт иығын сілтеп, Нұрланның қоңыр көздеріне түскен өткір қарауын сезіп қара жағына бұрылды. Бәтима ауыр жәшікті шығарып келушіге созды. Алыңыз, минералды су сол жерде тұр деді ол алыс бұрышты нұсқап. Пластикалық қаптамада шынымен минералды су тұрды. Кейін қайтарамын деді Нұрлан, 2 бөтелке суды көтеріп, дүкеннен шықты, қоштаспай кетті. Бұл кім деп сұрады Бәтимадан. Бұл жергілікті фермер деп қолын сілтеді әйел. Әкесінен 8 жыл бұрын кішкентай үйді мұраға алған. Өз шаруашылығын дамытқысы келді, бәрін өзі салды. Жұмысшылар жалдап, қалай болса солай айналысады. Алдағы уақытта алқаптарды да егуді қалайды, бірақ қазір тек үлкен бақшаларын ғана отырғызып, өнімдерін біздің дүкенге жеткізеді. Қасындағы ауылдарда да жақсы адам, бірақ сәл қатал. Үміт бірнеше сөмке азық-түлік алып үйге жеткенде олар ауыр болатын, және қыз қиналып жетті. Бірақ үйдегі кішкентай тоңазытқыш енді соншалықты кедей көрінбеді.
Содан соң үміт көкөніс пен сүт өнімдерін сатып алу үшін бәтима ұсынған адамдарға барды. Қалада ол бәрін дүкеннен алуға үйренген еді, бірақ ауылда қарапайым адамдардан алу әлдеқайда арзан және сенімді. Дастан аға дүкенге шындап жақын тұратын. Оның үлкен жері бар еді, ал екі ешкісі үмітті көргенде қатты беймаза болып дауыстап мүйіздеді. Балалық шағында үміт жануардан қорқатын, сондықтан олардан айналып өтті. Үйге келгенде үміт ескі шалмен танысты, ол бір кресло жасап отыр екен. Қыз өз жағдайын түсіндіріп өзін таныстырды. Әріптес болуға қуаныштымын деп күлді шал қалың ақсақалының арасынан. Ауылда жас адамдар ұзақ уақыт бойы болмады, сен бірінші болдың. Тіпті Рима әжемдікі, тек оның қызы Нұргүлді ғана есімде сақтаппын. Иә, ол менің анам деп басын изеді. Үміт көкөністерді саталасыз ба? Алмада бола ма? Әрине деп күлді. Олар дәмді, піскен, қысқа дейін сақталады. Компот, бәліш жасауға жарайды. Үміт қуана күлді. Бірақ үш үлкен сөмкемен үйге шыққанда, оның жүзінен күлкі бірден кетті. Сөмкелер алдыңғыдан екі есе ауыр еді. Дастан аға, бәлкім қызды тек картоп пен сәбізбен ғана тамақтанады деп ойлаған. Үміт өз жеңілдік сезімін құрбан етуге тура келді. Бірнеше қадам өткенде ол сөмкелерді жерге қойып демалды. Сол кезде қара көлік жанында тоқтап таныс дауыс естілді. Көмек керек пе деген сөзді естіген үміт көзімен қаратты, Нұрланды көрді. Оны еске алған үміт мен әдепті емес адаммен бірге барғым келмейді, бірақ үлкен сөмкелерді де тасымалдағысы келмейді деп ойлады. Сондықтан өзінің намысын қайтадан басуға тура келді. Көмектесе аласыз ба деді үміт, кішкентай сөмкені көтеріп, көліктің жүк салғышына орналастыруға көмектесті. Нұрлан оралып сөмкені өз қолына алды. Үміт оның жылы қолын сезіп бір сәтке тоқтап қалды. Содан соң ол ауыр заттан қолын босатып бірнеше қадам артқа шегінді. Нұрлан сөмкені қойып жүк салғышты жауып қойды. Қай жаққа апарасыз? Көмектесуге болады ма деп сұрады, жолаушы орындығына отырып. Әрине деді Нұрлан, сіз қаладансыз ба деп сұрады, ол машина қозғалғанда. Иә деп жауап берді үміт ойлана отырып. Ал бұл жерге не үшін келдіңіз? Мен осында өстім деді ол. Ал мұнда үйдегі қиындықтар туындап біраз уақыт өзіммен болу керек болды. Сол себепті осы шағын үйді еске түсірдім. Мен әрқашан осы ауылды жақсы көріппін, тыныш сабырлы, ештеңе ойға кедергі болмайды. Иә, дұрыс айтасыз деп Нұрлан басын шайқады. Нұрлан жылдам жүргізіп келе жатты, не біреуге асығып бара жатқандай, не бұл оның жеке мінезі еді. Ол тек көлік мінгенде ғана емес, дүкенде немесе көшеде де баяу қозғалған жоқ, сондықтан үміт бұл оның табиғаты деп ойлады. Сөмкелер үйге жеткізіліп тіпті тасылды. Нұрлан беліне дейін жеткен шөптің арасымен өтті. Шөп едәуір құрғақ болғандықтан аяқ астынан шұрқырап шықты. Ешкімге қажет емес сияқты деді ол ойша. Бұл істі өзі жасайтын, дерлік өмірінің соңына дейін бәрін үйреніп алған. Тігу, кесу, шатырды жөндеу. Ал мен қала қызы, қолымнан қарапайым затты келмейді. Біздегі әйелдер көбіне шөп шабуды білмейді, электрлік триммерді де дұрыс пайдалана алмайды деп Нұрлан күлімсіреді. Сіз қаладансыз ба деп сұрады үміт. Иә деді ол. Сағат қанша болды екен, мені үйге шақырады. Ал атыңыз кім? Менің атым үміт деп таныстырды қыз. Нұрлан өз жолына кетті, ал үміт ұзақ қарап жаңа таныстықтың оған не әкелетінін ойлады. Келесі таңғы шұрқырау мен қаққылдаған дыбысқа басталды. Үміт ескірген төсекке шауып отырып терезеге келді. Ауладағы шөптердің арасында Нұрлан ескі орақпен тұрған еді. Ол шөпті түзу жолмен шауып жатты, таңертеңгі салқын ауаға қарамастан терлегені көрініп тұрды. Үміт терезені ашып оны шақырды. Нұрлан орақты қойып терезеге қарап тұрған қызға қарап терең дем алды. Үміт тек ұзын көйлек киген еді, ол әжесінің шкафынан тауып түнгі көйлегі ретінде қолданған. Үйді тазалап ас әзірлеген соң қыз қатты шаршап кеткен еді. Не істеп жатырсыз, Нұрлан деп сұрады үміт таңдана. Нұрлан қасқасын көтеріп сұрақтың ақымақтығын білдірді. Түсінемін, шөп шауып жатырсыз, бірақ неге менің үйімде істеп жатырсыз? Менің тоқтауымды қалайсыз ба деп сәл мазақтап айтты Нұрлан. Үміт басын шайқап терезені жапты. Ол әрі қарай сөйлеспеуді жөн көрді. Нұрланның көзқарасын байқап, ол оны аңдитындай болды. Қыз қайта киімін ауыстырып кішкентай ас үйге кірді.
Үміт блинчик жасай бастады. Таңда ерте оянғандықтан қаладағы қарқынды ритмге үйренген ол әдетте таңғы ас ішпейтін. Бірақ бүгін таңғы астың мақсаты күткендерге тамақ беру еді. Нұрлан орақ шауды тоқтатқанда блинчиктер дайын болды. Үміт соңғысын қуырған кезде ол үйінің дәлізінен Нұрланды шақырды. Кіріп таңғы ас ішіңіз. Нұрлан иық көтеріп орақты қойып үйге кірді. Душқа кіре аласыз деп ваннаға нұсқады Үміт. Үміт ас үйге кіріп Нұрланға қарап тұрды. Ол жай ғана кіріп қолын жуып үстелге отырды. Алдыңдағы табақта жаңа қуырылған құймақ пен қаймақ тұрды. Үміт үстел қасына келіп қолын кеудесіне қойып тұрды. Мен сізге қанша төлеуім керек деп сұрады. Нұрлан қасығын көтеріп қызыққандай қарады. Тегін емес қой деді ол күліп. Ас үшін алдың ба? Одан кейін бір уыс құймақты тістеп орындыққа керіліп отырып, Үмітке тік қарап, ішкі ойларын оқуға тырысқандай болды. Жақсы төлемеймін деді Үміт, мен ешкімге өз еркіммен ақша төлеткім келмейді. Мен әрқашан еңбектің ақталуы керек деп үйренгенмін, ал қалалықтар көмектескенде таңырқайды деді Нұрлан. Мен де солай едім. Ал сіз неге тамақ ішпей отырсыз деп сұрады Нұрлан. Таңғы ас ішпеймін деп қолын шайқады Үміт. Әдетте мен ерте жұмысқа шығамын. Сол себепті таңғы асқа уақыт жоқ. Қайда жұмыс істейтін едіңіз деп қызығып сұрады Нұрлан. Жоғары басшылықтың көмекшісі болдым деді Үміт қысқаша. Түсініксіз, осындай дәрежеде болғаннан кейін қалайша мұнда тапсырыс бердіңіз деді Нұрлан қолымен үйді көрсетіп. Бұл шағын үй болса да мен ешқашан ақша жинамайтынмын. Тек қызықты әрі пайдалы нәрселерді жасағанды ұнаттым. Мен бизнес жүргізуді үйрендім, армандарым болды. Кейін инсульт болдым деп күлді Үміт, бірақ бұл әңгімемді кейін айтып берейін. Бүгін үйді тазалауым керек, шатырда да жұмыс бар. Кешке досым келеді. Өте қызық өмір деді Нұрлан күлімсіреп. Ол асын бітіріп үйден шықты. Үміт ұзақ қарап тұрды, оның әрекеттерінің мәнін түсінуге тырысып. Кешке Таңсұлу келді. Ол Үміт сұраған заттарды әкелді. Терезесі тазаланған ауласы, ретке келтірілген жерді көріп таңырқады. Сөмкелерді қойып Үмітті шақырды. Сол кезде Үміт кіршіксіз терезені сүртіп жатты. Маған әйнекті ауыстыру керек, қайдан маман табуға болады деп сұрады Таңсұлу. Кісіні сұра, менің жерді орып кеткен Нұрлан деп түсіндірді Үміт. Ол жергілікті фермер, кеше мені осында жеткізді. Оған әйнекке уақыт жоқ шығар. Ал шөпке ол тапсырыс берді ғой деді Таңсұлу. Ол фермер кім? Деп сұрады Таңсұлу. Мен оны бұрын білмедім, 8 жыл бұрын келді. Сол уақытта әжем қайтыс болды. Хозяйство ұстайды, әр түрлі мал мен бақ бар деді Үміт. Бай ма деп сұрады Таңсұлу. Иә деді Үміт, бірақ сәл қатаң адам. Нұрлан бәлкім мені қала тұрғыны деп ойлайды деп күлді. Мүмкін ол саған ұнат деп сұрады Таңсұлу. Жоқ, ол мені қала аққұбасы деп санайды деп жауап берді Үміт. Жұмыс қалай деп сұрады Таңсұлу. Айтпаңыз, жетекшім ақылынан адасты. Жүрі көмекшімді ауыстырды, ештеңе істей алмайды. Сіз жасаған жұмыс барлығы ойлағаннан көп ет деді Үміт. Осылайша Үміт ауылдағы тыныш өмірге үйреніп, кішкентай үйінде демалып жүрді. Үміт ауыл өміріне біртіндеп үйреніп кетті. Ол бұрынғы қарбалас қалалық өмірден тыс, тыныштықта өмір сүріп, өзіне уақыт бөле бастады. Бір айдан бері үйде ешқандай қысымсыз, жайлы күн кешіп жүрді. Алғашқы аптада үйді тазалап ретке келтірді. Еденді сүртіп, шаң тозаңнан арылды. Кейіннен тыныштық орнап, кітап оқып, әжеден әңгімелер тыңдады. Үміт үшін ең қызығы Нұрланның үнемі кездесуінде болды. Ол Таңсұлу келген күні әйнекті жөндеу туралы айтса, Нұрлан келесі күні шынымен келді. Үміт оны оладьямен тамақтандырды, ал Нұрлан қақпаны жөндеді. Осылай бірнеше рет қайталанып әдетке айналды. Енді ол таңғы шу мен Нұрланның үй алдында болуына таңғалмайтын болды. Нұрлан үйге кіріп, үстелге жайғасып, ұзақ әңгімелер жүргізбейтін. Гүл сыйламай, комплимент айтпай, жай ғана жанында болатын. Бұл өте оғаш көрінсе де, Үміт оның ниетін түсінуге тырысатын. Көптеген әңгімелері қысқа, әзіл қалжыңға толы болды. Ауылда сыбыс шықты. Фермадағы бір қыз Үмітке тіл тигізді. Нұрлан меніңкі деп қатты дауыспен айқайлады бойшаң, қоңырқай бойлы қыз. Сіз қаладан келдіңіз бе, біздің жігіттерімізді ұрлауға тырысасыз ба деді ашулы. Қыз ағаштан жапырақ жұлып Үмітке лақтырып жіберді. Үміт дауласып тұрған сәтте Нұрлан келіп жағдайды білді.
Қорықтың ба деп сұрады ол, бірақ сөзінде шындық бардай көрінді. Ауылдағы әжелер қорқытпайды мені, бұрынғы жұмысымда үлкен кісілер қорқытты деді Үміт есіне түсіре отырып. Бірде мен келісім шартты басшының орнына бас тарттым, 5 үлкен кісі мені сол жерде дерлік ұрғысы келді. Ал мына жапырақты әуесқой қыз ғана деді. Нұрлан күліп үнсіз қалды. Сіз көп сөйлемейсіз, иә деп сұрады Үміт. Онда сен мен деп сөйлесейік, бізде жас айырмашылығы көп емес сияқты деп ұсыныс жасады Үміт. Кейін бір күні Үміт ауылда серуендеп жүрді. Нұрлан ұзақ уақыт келмеген болатын, сондықтан ол демалып серуендегісі келді. Тіпті жүрегінің түбінде Нұрланды кездіргісі келді. Алайда кездіргені ауылдағы адамдар ғана болды. Үміт Бәтима апайға қарады, ол дүкеннен шығып алаңдаулы қарап тұрды. Не болды деп сұрады. Нұрланның фермасында бірдеңе дұрыс емес деп жүзін қаптап қойды Бәтима. Еңбеккерлер шатасып жүр, кейбірі жұмыссыз қалуы мүмкін. Фермаға қалай жетуге болады деп сұрады. Үміт көрсетемін деді Бәтима. Ол ауылдың соңында үлкен ұзын ғимарат, іштен сиырлардың ысы естіледі. Әйелдер фартук киіп шелек тасып жүр. Үміт фермаға қарай бағыт алды. Жол бойында жанында жүрген Нұрланның ізін елестетіп жүрегінде бір қызық сезім оянды. Ол ауылдағы тыныштық пен қарапайым тіршілікті, адамдардың адалдығын бағалады. Ферма артында кең бақтар орналасқан еді, бірақ күздің ортасында олар бос тұрды. Үміт жолдан өтіп бара жатқан бір әйелден Нұрланның кеңсесінің қайда екенін сұрап сол бағытқа бет алды. Нұрланның кабинеті өте кішкентай, тіпті шағын деуге болады. Ортасында бір үстел мен орындық, бұрышында шкаф, ал қабырғадағы терезеден әлде бір жарық сіңіп тұрды. Нұрлан қағаздардың үстінде еңбектеніп, бірде өзінше сыбырлап, калькулятордан есептеп құжаттарға түзетулер енгізіп жатты. Үміт жақындап келіп, сәлем Нұрлан деді. Нұрлан күтпеген жерден бұрылып терең дем алды. Тағы бір нәрсе дұрыс емес пе деп сұрады Үміт алаңдағандай. Қазір қолайлы сәт емес деді Нұрлан қысқа ғана. Мен сенде қиындық бар екенін білдім, келдім көмектесуге, құжаттармен деп түсіндірді Үміт. Жарайды, өзім істей аламын деп айтты Нұрлан қатты дауыспен. Үміт қағаздарға қарап қолын созды да жұмысқа кірісті. Нұрлан қатты демалып, шығармаймын, әйтпесе мәжбүрлеп шығарар едім деді. Үміт қағаздарға қараса, онда үлкен суммалар мен қажетсіз шығындар көрсетілгенін көрді. Бұл шағын ферма үшін қаладағыдай шығындар мүлде қажет емес еді. Сенде бухгалтер бар ма, әлде қаржы маманы деп сұрады Үміт. Жоқ, өзім істей аламын деді Нұрлан. Қарашы, сен қалай шығындалдың, барлығын тексермей, ақша желге ұшқандай. Саған маман керек деді Үміт күлімсіреп өзіне ишара жасады. Мен экономистпін, қаладағы ірі фирмада жұмыс істегенмін, қаржылық есептерді басқарып көрдім. Нұрлан қолын сермеп шаршағандай орындыққа жайғасты. Үміт қағаздармен кабинеттің соңына шықты. Кешкісін ферма тыныш еді, жұмысшылар бәрі кеткен. Сен шығындарды азайтсаң бәрі түзеледі ме? Мысалы, неге саған әрқайсысына суық сақтау камераларымен күнде сүт жеткізу керек? Бір рет жеткізсе жеткілікті деп түсіндірді Үміт. Иә, басқа шығындар да дұрыс есептелмеген деді Нұрлан басын қасығандай. Мен әскерде қызмет еткенмін, бухгалтерлік есептен алыспын. Әкем әрдайым үлкен ферма армандайтын. Мен сол арманды жүзеге асырамын деп өзім қолға алдым. Ал инсульт туралы әңгімең ше деп кенет сұрады Нұрлан. Үміт дірілдеді. Алдымен әзіл айтпақ болды, бірақ кейін уәде еткенін еске алды. Сол кезде мен жоспарын ойлап таптым, детективпен сөйлескенімді еске саламын деді Үміт терең дем алып. Таңсұлу көмектесті, дәрігерді тауып берді, ол маған инсульт болды деп айтты. Олар сенді, менің жақын арада өлетініме дайындалып, 3 апта бойы күйеуім мен енемнің қасында болдым. Сол уақытта менде мейірімде, сүйіспеншілікте қалмады, өзімді қажетсіз сезіндім. Ал мұнда келгенде мен соңына жеткенімді түсіндім. Нұрлан Үміттің қолын мықтап ұстады. Үміт оның қолына қарады да ризашылықпен басын кетті. Неге қалаға оралмайсың деп сұрады Нұрлан. Алдымен тынышталғым келді, бірақ кейін түсіндім, қалаға барғым келмейді, ритмі қатты, әрдайым асығу бар. Сонымен бірге ол жақ Ерлан мен оның анасы туралы еске түсіреді Үміт. Нұрлан қолын босатып жылдамдықты арттырды. Кел, саған бірдеңе көрсетейін деді ол. Олар ұзақ жүрді, Үміт қайда бара жатқанын білмеді. Бірақ бір кезде ол көзін ашып таң қалды. Нұрлан оны үлкен сәнді үйге алып келді. Биік қоршау, кең аула, бәрі таңдай қақтырды.
Бұл менің танысымның үйі. Біз бірге қызмет еткенбіз. Ол жақында қатерлі ісікпен қайтыс болды. Енді үйді сатып жатыр. Ал мен оны сатып алғым келеді, бірақ ақша жоқ, сенің де білетініңдей. Үйді сатып алған адам оны сүріп орнына қандайда бір өндіріс орнатпақшы, мысалы, ара зауыты сияқты, тіпті білмеймін. Сен түсінесің ғой, егер осы үйді сатып алсаң, артқа қайтар жол болмайды. Мен қалаға қайтқым келмейді, мен үшін ауыл тым баяу, қала тым тез. Мұнда мен бір нәрсеге қол жеткізе аламын, ол қалада жоқ. Үміт қатал ойлы жігіттің бетіне қарады. Нұрланның көздері үйге үмітпен қарады, ерні қатаң сығылған, маңдайында ойлы сызықтар бар. Нұрланның көзінде шешімге толы от тұрып, ол Нұрланның қолын сәл бұрынғыдай қысып күлімсіреді. Сен бәріне қол жеткізесің, мен көмектесемін. Біз ферманы көтереміз, сен әкең армандағандай боласың, уәде беремін. Нұрлан жауап бермеді, бірақ оның көзінде жасырынған үмітті қуантты. Ол жақсылыққа сенді. Содан кейін Үміт пен Нұрлан бірге жұмыс істей бастады. Ол фермадағы жағдайды жақсартуға көмектесті, жаңа малмен жабдық сатып алды. Пайда қағаз жүзінде ғана емес, нақты көріне бастады. Нұрлан қуанышын білдіру үшін бірнеше рет Үмітке гүл сыйлады. Сонымен қатар Үміт үйді жөндеуді дәстүрге айналдырды. Нұрлан күнде таңертең келеді, ол таңғы ас әзірлейді. Бұл олардың кішкентай рәсімі болды. Бірнеше аптадан кейін Таңсұлу келді. Ол Үміт сұраған құжаттарды әкелді. Сен сенімдісің бе деп сұрады ол. Иә деп жауап берді. Үміт құжаттарды кеудесіне қысып фермаға қарай бет алды. Артқа жол жоқ. Таңсұлу үндемеді, достарын қолдаудан басқа жолы жоқ екенін білді. Кейіннен Үміт фермаға жүгіріп келді. Нұрлан өз кабинетінде бірдеңе жазып отыр. Көргенде ол күлімсіреп орындықты сырғытып Үмітті отырғызды. Ерте келдің ғой, деді ол. Үміт құжаттарды қойып оқы, деді. Нұрлан баяу парақтарды қарап шықты. Көздері кеңейе түсті. Үміт оның реакциясын бақылап отырды, жүрегі дүрсілдеп. Құжатты жауып сен не істедің деп сұрады ол. Үйді сатып алдың ба? Үміт иә деп басын изеді. Ол шаршап орындықтан тұрып Нұрланның көзіне қарады. Сен оны сүрткің келмеді ғой. Бұл сенің досыңның үйі. Ал мен уәде бердім, бәрі. Бұл көп ақша, деді Нұрлан тыныс алып. Бірақ бұл менің ақшам, мен оны қалай қалап істеймін. Солай-ақ мен ауылда болуды жақсы көремін. Үміт күлді. Бұл жолмен үйді алуды ойлағаның ғой, деді. Нұрлан сәл шошып, сен мені осылай ойлайсың ба? Жоқ, деді Үміт тыныштықпен. Мен осы үйді біз үшін сатып алдым. Егер сен қаласаң, біз бірге боламыз. Мүмкін мен саған ғашықпын. Нұрлан оны қайтадан сүйді, жұмсақ құшақтады. Сол уақытта Ерлан үйде отырды. Ол әйелінің әңгімесін естіп сенбей көзін ашып отырды. Қолдары босқа тізесінде жатты, ал көздері тура алға қарады. Ол басын бұра алмай таңырқап отырды. Сен бәрін тек мені сынау үшін ойлап таптың ба, деді Ерлан. Үміт оған мұңлы қарады да шайдан жұтты. Сол сәтте есік қаққышы естілді. Таңсұлу кірді, көк көйлек киген. Ол Ерланға тік қарап күлімсіреді. Міне, бәрін айтып бердің бе, деді. Өкінішті, мен оның жүзін көре алмадым, деді Таңсұлу, аздап кешіктім. Сен бәрін қараған Таңсұлу іштей күліп қойды. Бұл менің дәрігерім, оған мен диагноз үшін төледім. Сен шынымен ойладың ба, Үміт жалғыз өзі мұның бәрін ұйымдастырды деп. Ол сені тым жақсы көрді, оны жасау үшін. Ал сен оны жүрегін сындырып, өзіңше қоқысқа айналдырғың келді. Ерлан еріндерін сыбана қысып қойды. Сен ештеңе білмейсің, Үміт, мен сені сүйемін, деді ол. Үміт қасын көтеріп іштей күліп қойды. Ал ана қыз ше, ол саған енді ұнамай қалды ма, әлде сен өз бизнесіңді ашып, оны сыйлықтармен сыйлауға шыдамай қалдың ба? Ерлан бір нәрсе айтам деп ұмтылды, бірақ соңында үндемей қалды, ешбір ақтау өз орнын таба алмайтынын түсінді. Ал сенің қалай батылың жетті, бізді анам мен осылай алдап келуге, деп сұрады Ерлан. Аялы көңілімен ол Үмітке қарап тұрды, бірақ Таңсұлу мен Үміт бір-біріне көз қырымен қарап күлді. Таңсұлу алда жүгіруде, шаттанған дауыспен, әй, енем ауырып, мұны тезірек менің мұрагерлігіме бере жатыр, деп айқайлады. Ерлан көзін үйге тіктеді, сосын кейін күліп қойды.
Сен бұл үйді сатып алып, оны біздің некеміз кезінде таптың ба? Таңсұлу қасын түйді, күйеуінің нені меңзеп тұрғанын түсініп. Егер сен оны біздің некеміз кезінде алған болсаң, онда жартысы менің иелігіме тиесілі, дұрыс па деді. Таңсұлу заңгер болғандықтан мұндай жағдайлардың қалай аяқталатынын жақсы білетін. Үміт орындықтан тұрып күйеуіне ашулы қарады, ішкі жан дүниесінде оған бәрін айтуға дайын еді. Сол сәтте есік ашылып, Ерланды тоқтатқан сол адам кірді. Нұрлан, сәлем деп бас изеді. Таңсұлу оған сыбырлап бірдеңе айтты. Нұрлан қатал әрі ашулы жүзбен Ерланмен беттесті. Ерлан бір сәтте тоқтап қалғысы келіп қорқып артқа шегінді. Егер сен Үмітке қауіп төндіргің келсе, мен саған тәтті өмір сыйлаймын деп қатал айтты Нұрлан. Ол Ерланды жұлқып бөлмеден шығарып жіберді. Таңсұлу, Үміт және Нұрлан есіктің жабылғанын естіді. Неге оны кіргіздің деп сұрады Таңсұлу Үміттен. Нұрланға жақындап оның арқасынан құшақтап тұрды. Ол әлсіздігін көрсеткісі келмеді, бірақ бөлмедегі әркім оның күйеуінен алған зұлымдығының ауыр екенін білді. Мен оған бәрін айтуым керек еді, деді Үміт. Оның бетіне қарап көргім келді. Менің мұрагерлігім оған тимейді деп түсінгенін көргім келді. Сенің көңілің орнықты ма деп сұрады Таңсұлу. Үміт басын изеп Нұрланның мықты және сенімді құшағына тығылды. Иә, ертең мен ажырасуға өтініш беремін. Үміт пен Нұрлан заң тұрғысынан дұрыс болса да, Ерланды ажырасу мен мүлікті бөлуге шағымдануға мәжбүр етті. Хаттарды Нұрлан әкелді. Үміт оларды ашып оқығанда бір сәтте көңілі қаралып, диванға әбден шаршап отырып түсті. Ол жерде шаң мен кірмен келген еді, алайда оған бәрібір болды. Ерланның шынымен сотқа жүгінетінін ойламаған. Бізге жақсы адвокат қажет, деді Нұрлан құжаттарды ұстап. Таңсұлу үндемей отырды. Үміт оған қарап. Ол біздің тарихымызды білмей ақ көмектесе алады, деді. Үміт есікке қарап Нұрланға сыбырлап, мен саған қалай айтуымды білмедім, бәлкім қарсы боларсың деп қорықтым, деді. Нұрлан қарсы емессіз ғой, деді ол шат көңілмен. Нұрланның көздері мен күлкілі жүзіндегі мимикасы сөздің орнын басты. Ол мықтап құшақтап Үмітті өзіне жақын тартты. Егер сол бұзақы кенеттен мені сотқа беріп, менің меншігімді бөліп алғысы келсе де, мен үшін бәрібір. Біз ештеңесіз қалмаймыз. Бізде өзіміздің үйіміз, егістігіміз, бала болады. Біз өзімізге сенеміз, деді Нұрлан сенімді дауыспен. Үміт көзін жұмып терең дем алды. Алайда қайта ашқанда Нұрлан бұрын детективті қорқытқан шешімшіл қайтпас қарашты көздерін көрді. Ол менің қанымнан берілгенімді сот арқылы тартып алғысы келсе де ештеңе шықпайды. Мен тек өзімді ғана емес, одағы барды аламын. Ол ештеңесіз қалады, деді Үміт мықтап шешім қабылдаған көзқараспен. Сот өтті. Тіпті ғалам өзінше бұл түсініксіз іс-қимылды тезірек аяқтағысы келгендей болды. Таңсұлу Үміттің адвокаты болды. Нұрлан куәгерлер қатарында оны қолдап отырды. Көптеген ауыл тұрғындары да куәгер ретінде шақырылды. Сот төрешісі ұзын бойлы, қызыл шашты, қатал көзқарасты әйел оқиғаны қызығушылықпен тыңдай бастады. Сіздерге кеңес беремін, деді Таңсұлу сотта. Ерлан мен оның куәларына сенбеңіздер. Алдымен айыпталушының дәлелдері бар. Ерланның адал еместігін растайтын жазба қосылды. Залда бәрі таңырқап қалды. Ол қыз бен Ерланның сөйлескен жазбасы тыңдалып тұрды. Таңсұлу сөйлей берді. Үміт ешқандай жалған құжат бермеген. Ол тек өзін сынау үшін науқас болып көрсеткен. Дәрігер тек ауызша диагноз айтқан. Ал Ерлан мен оның анасы, сондай-ақ куәгерлер оның науқастығына сеніп қалған. Сондай-ақ Таңсұлу сотқа Нұрсұлу мен оның ұлы арасындағы әңгіменің жазбасын ұсынды. Ерлан оны тамақтандыр, деді анасы. Сиделка аз төлейді, бірақ бәрі дұрыс. Сот залы таңданған үнсіздікке бөленді. Таңсұлу жалғастырды. Ерлан үйді және алтын ағаш фирмасының табысын бөліп алу үшін арыз берді. Алайда бұл мүлік бұрыннан Үміттің толық меншігіне берілген, яғни Нұрланға сатылып, оның қолында болды. Мүлік некеде алынған және сол некеде берілген. Сондықтан Ерлан оның бөлігін талап ете алмайды. Қалған ақша жеке есепшотта сақталып, толықтай Үмітке тиесілі болып отыр. Жауапкердің Германиядағы мүлкі мен үлесі мұраның бір бөлігі болып есептеледі, ал талапкер бұл мүлікке ешқандай құқыққа ие емес. Судья кішкене күлімсіреді, бірақ Үміт оның Ерланға қарап, сәл қуаныш сезіммен қарағанын түсінді.
Нұрланға мүлікті өз атына рәсімдеу үшін сатушы нотариусты тауып, мәмілені артқа қайтарып рәсімдеуге тура келді. Бұл іс үшін үлкен көмек болды. Жақсы, демек талап арыз жарамсыз деп есептелсін бе деп сұрады судья Таңсұлудан. Қаржы және мүлікті бөлу мәселесінде Ерланның арызы бұрынғы күйеуі мен әйелі арасындағы тең бөлісуге арналған еді. Бірақ бұл тек жауапкердің мүлкі ғана емес, талапкердің өз мүлкіне де қатысты. Қарсылық етемін деп секірді орнынан Ерланның адвокаты. Кәрі, дөңгелек көзілдірігі бар, ылыс шашты. Бұл пәтер оның әкесінің мұрасы емес пе? Иә, дұрыс, деді Таңсұлу, бірақ заң бойынша егер күйеулердің бірі екінші күйеуінің мүлкіне айтарлықтай өзгерістер енгізсе, ол ортақ мүлік болып есептелуі мүмкін. Ал қандай айтарлықтай өзгерістер енгізілген деп сұрады адвокат. Қазір экраннан көресіз деп жауап берді Таңсұлу. Міне пәтердің жөндеу алдындағы суреттері. Жағдайы жеткілікті, бұл суреттер үйленгеннен 1 жыл өткен соң түсірілген. Ал мына суреттер жөндеуден кейінгі жағдайды көрсетеді, ол тағы 6 айдан кейін жасалған. Сіздер көріп тұрғандай барлық жұмыстар жауапкердің қаражатымен жүргізілген. Ал сіз қалай дәлелдейсіз, бұл шығындар тек жауапкердің есебінен болды деп сұрады адвокат. Біріншіден, жөндеу жұмыстары жүріп жатқан уақытта талапкер жұмыс істемеді. Екіншіден, банк деректері бойынша оның жеке шотында мұндай қаражат болмаған. Сонымен қатар іс материалдарына жөндеу жұмысын жүргізген бригадирдің куәліктері қосылды. Келісім шарт жауапкердің атынан жасалған. Адвокаттар ұзақ уақыт таласып куәгерлерді шақырып, өз дәлелдерін көрсетуге тырысты. Бірақ судья шешім шығару үшін залдан шығып кетті. Кейін ол үлкен қызыл папкамен қайта келді. Тұр, сот басталды деп дауысталды судьяның көмекшісі. Сот шешімі бойынша талапкердің арызы қанағаттандырылмайды. Ерлан мырзаның мүлкі жауапкер Үміттің пайдасына заңды түрде берілді. Пәтердің 3-ші бөлігі автомобиль ортақ пайдалану үшін, ал шоттағы 50 ақша Үмітке өтті. Шешім күшіне енді және апелляцияға жатпайды. Ерлан Үмітке ыза мен өшпенділікпен қарады, ал Нұрлан оны мықтап құшақтап тұрды. Таңсұлу кең күлімсіреп қосылды. Көрдің бе, бәрін өзімізге алдық, деді. Үміт сәл екпінді, бірақ қатты қуанышпен. Бұл заң бойынша дұрыс деп тыныштықпен қосты. Нұрлан енді тек бала сүйіп, үйімізді толыққанды ету қалды деп күлді Таңсұлу қағаздарды жинап. Үміт өз құрсағына қарап қолын қойды. Нұрлан да қолын созып екеуін құшақтады. Енді өмірде бәрі жақсы болатынына сенім бар еді. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп қолдап қойыңыз, рахмет.